Құрметті көрермендер, мен Тәжібаев Тимурбек. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, ұстаз болу адамның асылдығы деп Абай атамыз айтқандай. Иә, бар өмірін ұстаздық жолына арнаған шәкірттері білім нәрімен сусындатып, талай жетістіктің басын қайырып, шәкірттері оза шапқан номер 10 жалпы білім беретін мектептің физика пәнінің мұғалімі Юсупов Рүстем Орынбайұлымен де сұхбаттасатын күн келіп жетті. Бар өмірін ұстаздық жолына арнаған шәкірттері білім нәрімен сусындатып, талай Рүстем Орынбайұлы сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Қайырлы күн Тимурбек. Сұрақтарыңызға қоя берсем. Менің алғашқы сауалым, сіздің мұғалім болуыңызға не түрткі болды? Менің мұғалім болуыма түрткі болған ең біріншіден әкем болды. Әкем маған кішкентай кезінде ұстаз болған ең ұлы жетістік, ең жақсы мамандықтардың бірі деді. Мен өзімнің де жүрегімде ұстаздыққа деген белгілі сезім болды. Соның нәтижесінде мен осындай ұстаздық жолды таңдадым. Оған ешқандай өкінбеймін. Оқытуда тәртіп қандай рөл атқарады деп ойлайсыз? Сіздің оған көзқарасыңыз қандай? Менің ойымша, оқытуда тәртіп ең жоғары деңгейде болу керек. Алдымен оқушыда тәртіп, мықты тәртіп болу керек. Осындай тәртіптің нәтижесінде ол білімді де алады, жақсы жетістікке де жете алады. Сондықтан да менің ойымша, қай жерде де тәртіп болса, барлығына орны келіп есептеймін. Оқушылар мұғалімдердің алдында қандай қасиеттерге ие болу керек деп ойлайсыз? Енді оқушылардың мұғалімдерден алатын қасиеттері ғой, сұрағын түсінгенімше. Ол енді мұғалімдерден алатын ең бірінші қасиет ол білімге деген күш салу. Үнемі іздену, білімді алудан тоймастай ары қарай соған жұмыс салу керек, сонда жақсы нәтижеге жетеді, әлемдік деңгейге шығуға мүмкіндік алады. Екінші бұл шыдамдылық, сосын ұқыптылық, мейірімділікті айтуға болады мысалға. Енді айта берсек, ұстаздың жақсы қасиеттері көп қой. Ең негізгілері осындай қасиеттерді айта аламын. Ең соңғы сауалым, осы білім жолында қандай жетістікке жеттіңіз? Атап өтсеңіз. Білім жолында жетістікке айтатын болсам, енді менің еңбек етуімнің өзі қазір 27 жыл болды, осы ұстаздық қызметте тарып келе жатқаныма. Енді әр жылым осы өзімнің және оқушылардың жетістіктеріне толы болды. Әрбір жылы пәндік олимпиададан, өзге танымдық байқаулардан, зерттеу жұмыстарынан және өзімде осындай байқауларға шаршамастан қатысып келе жатырмын. Осы күнге дейін ең жақсы жетістіктерімді айтатын болсам, мен облыстық деңгейдегі физика пәнінің арасында 2006 жылы 3-ші орын алдым. Одан кейін 2010 жылы тағы да қатысып 1-ші орын алдым, ең жоғары жетістікке жетіп. Одан басқа да әртүрлі ғылыми практикалық конференциялар, осындай пәндік байқауларға және тағы басқаларға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп, төсбелгілермен, мақтау қағаздарымен, құрмет грамоталарымен марапатталдым, аудандық, облыстық әкімшіліктен, білім саласынан, және де ең соңғы осындай 27 жылғы еңбегімнің нәтижесі жемісі деп білемін. Өткен 2021 жылы ұстаздарға берілетін Нұрай Алтынсарин атындағы төсбелгімен марапатталдым. Алтын уақытыңызды бөліп, менің сауалдарыма жауап бергенде көп рахмет. Рахмет, саған да осындай керемет сұрақтар қойғаныңа рахмет. Саған да болашағыңда жарқын болсын, үлкен азамат бол деп тілек білдіремін. Иә, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға демекші, ұстаз болу үлкен жауапкершілікті, төзімділікті, сабырлықты қажет ететін маман иесі. Мен Тәжібаев Тимурбек, арнайы мен репортермін байқау үшін.